Елге көмек қайырымдылық қорында қандай қызметте болдыңыз? Блогер, жарнама таратушы, жарнамалаушы. Жания мен Тазагүлдің үйі қайда? Ілияс сатып жіберді. Сіз жауаптысыз ғой енді. Жауап емес, себебі мен оның Ілиястың ішіне кіріп көрген жоқпын. Ілияс сатып жіберіп, ақшасын сізбен бөліскен шығар. Жоқ, олай емес. Екі әйелге сіз үй уәде еттіңіз ба? Уәдеңізді орындаңыз. Ілиястың сатып жүрген мен кінәлі емеспін ғой? Оның сатып жібергеніне халық кінәлі ма? Жоқ. Тура халықты алдағанда мені де алдап отыр Ілияс. Тіпті айлық та алған жоқпын. Мен жаңағы алла үшін және де қызықты контент болғаннан кейін істегенімді айту үшін келіп отыр. Мүлдем Ілиястан ақша алмадыңыз ба? Алдым. Енді айлық қой ол. Әлде ол Ол қандай ақша? айлық емес. Жобамыз басталды. Несие, басыңыздағы қарыз шаршатты ма? Әмір, бұл көрген курсымызда екеуіңіздің құқықтарыңыз тең болды ма? Руслан аға, сіздің қойған сұрақтарыңыз кәдімгідей адамды қобалжытып тастап отыр да. Жоқ, қобалжыма сен. Енді кім қобалжиды? Артында Бір кінәсі бар адам. кінәсі бар адам. Иә.